Сәлем, мен бүгін сіздерге тағдыр кітабы жайлы құралды табыстамақпын. Бұл құрал арқылы 300 адам өзінің тағдыр кітабын ешқандай жобаға келмей-ақ өздігінен жоғарғы әлемнің рухының қалауы арқылы жаба алады. Сіз сол 300 адамның ішінде барсыз ба, жоқсыз ба, оны өздігіңізден біле аласыз. Егерде құралды қолдану барысында өзіңіздің кітабыңыздың толықтай жабылғанын, айтылған инструкция бойынша барлығының жүргенін көрсеңіз, демек бұл құрал сізге арналған. Егер көрмей жатсаңыз, демек сізге жобаға келу арқылы жасалуы керек процесс. Бұл құралды бастамас бұрын міндетті түрде инструкциямен толықтай танысып шығыңыз. Ол жерде кодовый сөздердің мағынасы және қалай қолдануы керектігі толықтай жазылған. Кадила, Шасиуанси, Кадимамюз, Хауса, Мия, Шауаси, Ю. Терең дем алып, дем шығарыңыз. Өз деміңізді бақылаңыз. Деміңізді шығарған сайын өзіңіздің жеңілдеп жатқаныңызды елестетіңіз. Аяқтарыңызды босатыңыз. Тізеңізді босатыңыз. Ішіңізді босатыңыз. Қолдарыңызды, кеудеңізді, мойныңызды, басыңызды толықтай босатыңыз. Босаған сайын өзіңізді еркін, жеңіл сезініңіз. Жүрегіңіздің соғысына мән беріңіз. Тынысыңызға мән беріңіз. Ыңғайлы жатырсыз ба? Денеңізге киімнің тиіп тұрғанына мән беріңіз. Айналадағы иіске мән беріңіз. Өз денеңізде жүріп жатқан процестерге мән беріңіз. Ойыңызды толықтай өшіріңіз. Әппақ парақтай тап-таза болсын. Артық ойлар келіп жатса, бірден жойып тастаңыз. Терең дем алып, дем шығарып, денеңізді 100%-ға босатыңыз. Демге мән беріп отыруды ұмытпаңыз. Әрі дем алып, дем шығарған сайын артық ойлардың кетіп жатқанына толықтай сенімді болыңыз. Біз қазір табиғат аясына жолға шығатын боламыз. Көз алдыңызға жасыл желекті, сарқырап ағып жатқан өзеннің дауысын, құстардың дауысын елестетіңіз. Аспанда күн жарқырап тұр. Дала жып-жылы. Құстар сайрап жүр, көбелектер ұшып жүр. Кең жайлау, таза ауа, таудың етегінде сарқырап ағып жатқан өзенмен бірге біте қайнасып, толықтай байланысып тұрғаныңызды елестетіңіз. Өзіңіздің сол жерде тұрғаныңызды толықтай сезініңіз. Сізді қазір бір жолға салатын боламын. Оң жағыңызда
жол тұр, сол жаққа қарай жүріңіз. Ақырын қадам басыңыз. Айналаңыздағы гүлдердің иісін, табиғаттың сұлулығын, жеңілдікті, рахат сезімді сезініп, сол жолмен жүріп келе жатырсыз. Сарқырамаға қарай қадам басып келе жатырсыз. Алдыңызда өте әдемі кішігірім сарқырама тұр. Бұл жердің суы қасиетті, сізді тазалайтын су. Бойыңыздағы киімдердің барлығын шешіп тастаңыз. Және сол сарқыраманың дәл ортасына барып тұрыңыз. Ол жердің суы жоғарғы әлемнен келіп жатқан киелі су. Сіздің денеңізге жұмсақ, нәзік тиіп жатқанын елестетіңіз. Сіздің денеңізге тигенде басыңыздан бастап бүкіл жеріңізді тазалап жатқанын елестетіңіз. Шаштарыңызды, көздеріңізді, құлақ, мойын, қол, іш құрылыстарыңыздың барлығын толықтай тазалап жатқанын елестетіңіз. Ол су тіпті ДНК-ға дейін өтіп, сіздің ішкі құрылыстарыңызды түгелдерлік тазалай алатын киелі су. Сол суда қанша тұрғыңыз келеді, сонша тұрыңыз. Бойыңыздағы өкпе, реніш, ашу, ыза, кек, жек көрініш, бостық сезімнің барлығын ерітіп жатқанын елестетіңіз. Бойыңыздағы артық ой, жауапкершілік, болмайтын уайымдар, сенімсіздік, қырсық, қыңырлық, мінез барлығын толықтай тазалап жатыр. Әрбір клеткаға дейін кіріп, сол клетканың барлығын тазалап шығуда. Рахаттанып, бойыңызды бос ұстап, жеңілдікпен сол судан рахат, ләззат алыңыз. Ол судың көрмей қалатын жерлері жоқ. Сіздің барлық жеріңізге кіріп тазалап шығады. Әбден шомылып болғаннан кейін судан шығып, оң жағыңызға қарасаңыз, сол жерде сізге ұнайтын киім тұр. Ол киім әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Жақсылап қарап көріңіз. Сізге ұнайтын көйлек болуы мүмкін, костюм болуы мүмкін. Тап-таза жібек матадан жасалған жұп-жұмсақ, өте әдемі киім тұр. Сол киімді үстіңізге киіп алыңыз да, ары қарай жолға шығамыз. Алдыңызда үлкен жол тұр. Тазаланып, рахаттанып, сол жолмен жаяу жүре беріңіз. Айналаңызда құстар бар, әртүрлі жануарлар жүр, еліктер жүр. Әдемі түрлі түсті құстар, гүлдердің иісі мұрныңызды алады. Рахат сезіммен сол жолмен келе жатырсыз. Алдыңызда бір портал пайда болды. Әппақ есік сияқты домалақ, ақ түсті портал. Ол порталдың
ешқандай ашатын есігі жоқ. Сіз толықтай денеңізбен өтіп кете аласыз. Бір әлемнен бір әлемге оңай өтіп кетесіз. Сол порталға қарай кіріңіз. Кірген кезде айналаңыз жап-жарық болып кетеді. Және көзіңізді ашыңыз. Көзіңізді ашқанда сіз басқа әлемге өтіп кеттіңіз. Алдыңызда үлкен баспалдақ тұр. Сол баспалдақпен жоғары қарай көтеріліңіз. Алдыңыздан үлкен, қоңыр, оюлы есік пайда болды. Есіктің қасына жақындаңыз. Есік өздігінен ашылды. Сізді сол жерде екі періште асыға күтіп тұр. Біреуінің есімі Имауат, екіншісінің есімі Якабур. Есікті ашып, сізді ортаға қарай кіргізіп жатыр. Сіз үлкен кітапханаға келдіңіз. Айналаңыздың барлығы толған кітаптар. Ортада төрт бұрышты қоңыр дөңгелек стол тұр. Екі періште сізді сол столға жайғасуыңызды сұрап тұр. Жайғасып, өзіңізге ыңғайлы етіп отырыңыз. Якабур есімді періште сіздің кітабыңызды алып келуге кетті. Ал Ямауат есімді періште сіздің қасыңызда тұр. Сізді көргеніме қатты қуаныштымын. Біз сізді осы жерде біраз күттік. Бүгін сіз үшін ең маңызды күн. Бірнеше жылдар бойы күткен сәт туды. Сіз үшін қуаныштымын. Өзіңіздің жазған сценарийларыңызды аяқтап, соңына жеткен күніңіз. Сіз үшін шын жүректен қуаныштымын деп, өзінің жылы лебізін білдіріп жатыр. Екінші періште сіздің тағдыр кітабыңызды алып келе жатыр. Қоңыр орындықтың үстіне қойды. Ашып қараңыз. Кітабыңыз қандай? Үлкен ба, кіші ма? Түсі қандай? Сыртында сіздің рухыңыздың есімі жазылып тұрады. Сол есімді оқуға тырысыңыз. Барлық фокусыңызды кітапқа бағыттайтын болсаңыз, сол есімді көре аласыз. Ал егер көре алмай жатсаңыз, ол есімді сізге түс арқылы, болмаса әртүрлі әріптерді көрсету арқылы құрастырып беруі мүмкін. Және ол рухтың есімін ешқайда жазудың, ешкімге айтудың қажеті жоқ. Кітабыңыздың соңғы бетін ашып қараңыз. Сол жерде сіздің қанша рет өмірге келгеніңіз жазылған. Асықпай, ашып, барлық зейініңізді сол кітаптың соңғы бетіне қойыңыз. Сол жерде жазылған сандарға мән беріңіз. Жақсы. Сіз өз тағдыр кітабыңызды аша алдыңыз. Сізді шын жүректен құттықтаймын. Енді ескертетін бір жағдай бар. Бұл тағдыр кітабын ашқаннан кейін 3 ай аралығында сізде осы тағдыр кітабында жазылған әртүрлі эмоциялар
оянуы мүмкін. Хроники Акаши кітабын ашқаннан кейін 3 айдың ішінде толық эмоцияларды проживать еткізіп, кейін жабылатын болады. Бұл 3 ай аралығында жүретін процесс. Осы тағдыр кітабында өткен өмірлерден қалып кеткен сезімдер болса, осы 3 ай аралығында сіз соны басыңыздан өткересіз. Мысалы, өткен өмірде қатты ашуланып өмірден өткен болсаңыз, өздігінен сізді ашу қысуы мүмкін. Болмаса, өткен өмірде шаршап, ұйықтамаған болсаңыз, өздігінен ұйқыңыз келе беруі мүмкін. Болмаса, өткен өмірде иығыңызға садақ қадалып қаза тапқан болсаңыз, сіздің сол жеріңіз ауыруы мүмкін. Бір уақытта сіз бірнеше өмірдің әртүрлі эмоцияларын басыңыздан кешіруіңіз мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Осындай жағдай болатын болса, бірден бұл менің өткен өмірден келіп тұрған сезімдерім. Өткен өмірдің сабағын алдым, опытын қабылдадым, архивке жіберемін. Мен қазір жаңа адаммын, жаңа денедемін. Жаңа дәуірге, жаңа сезімдермен қадам басамын. Деп айтатын болсаңыз, сол сезімдерді оңай әрі бірден басыңыздан өткеретін боласыз. 3 ай уақыт аралығында осындай сезімдер болады. Соған шыдап беруіңіз керек. Себебі бұл сіздің өткен өмірде соңына дейін басыңыздан өткере алмай өліп кеткен, болмаса сіздің қазіргі өміріңізге әсер етіп тұрған сезімдер болуы мүмкін. Ол сезімдерді толықтай өзіміздің денемізден сезінбей, біз тағдыр кітабымызды жаба алмаймыз. Сол себептен осы сезімдерге дайын болыңыз. Мен сізді құттықтаймын. Келесі бөлімде мен сіздің тағдыр кітабыңыздың жабылуы туралы құралды беретін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік.